Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Біз бүгін ислам тарихындағы ұлы қолбасшы пайғамбарымыздың мақтауына ие болған ұлы тұлға Фатих Сұлтан жайлы айтатын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Ислам өркениеті тарихында көптеген мұсылман қолбасшылар мен сұлтандар Византия империясының астанасы Константинопольді алуда армандап және осы жолда сан рет қаланы қоршауға алған болатын. Бұның себебі Мұхаммед пайғамбарымыз Константинді міндетті түрде азат етеді. Сол қаланы азат еткен қолбасшы не деген керемет қолбасшы. Оның әскерлері не деген керемет әскерлер деген хадис өсиеті бар еді. Пайғамбардың бұл мақтауына лайық болу Османлы мемлекетінің сұлтаны 2 Мехметке 21 жасында нәсіп болды. Ендеше осы ұлы тұлғаның өміріне жақыннан үңілейік. Жасаған жорықтары мен қол жеткізген жеңістеріне қарай Фатих Сұлтан Мехмет болып аталып кеткен. Ұлы тұлғамыз 30 наурыз 1432 жылы туып, 3 мамыр 1481 жылы қайтыс болған. Фатих деген атағы күпіршіліктен азат етуші, жеңімпаз деген мағынаға келеді. Әкесі Османлы сұлтаны 2 Мұрат, шешесі ислам дінін қабылдаған христиан күң Хумма хатун. Діндар кісі болған әкесі Мехметтің білімі мен тәрбиесіне көп көңіл бөлді. Әсіресе Қажы Байрамның шәкірті Ақшам Семеддин ұлы тұлғамыздың ислами болмысы мен дүние танымына көп әсер етті. 1444 жылы 2 Мұрат Балқан елдерімен, атап айтқанда Венгрия мен Сегедин бітімін жасасқаннан кейін дүниелік істерден баз кешіп, таққа 12 жасар Мехметті қалдырып кетті. Алайда көп өтпей христиан әлемі Османлыға қарсы жаңа бір крест жорығын бастаған еді. Бұл шабуылға төтеп бере алмайтынын түсінген бала сұлтан әкесін көмекке шақырды, бірақ 2 Мұрат билікке келмей қойды. Сонда Мехмет әкесіне былай деп хат жазады: егер сен сұлтан болсаң, келіп қол баста, ал егер мен сұлтан болсам, сыған келіп қол бастауыңды бұйырамын. Ұлы тұлғамыз Османлы тағына 2 рет 1451 жылы әкесі қайтыс болғаннан кейін шықты. Сұлтан Мехметтің бірінші мақсаты Константинопольді бағындыру болды. Осы мақсатта ол Османлы флотын күшейтті. Бұғазды бақылауға алу үшін Анадолы қисарының қарсы бетіне Румелі қисарын тұрғызды. Қаланы құрлықтан және теңізден қоршауға алған ұлы тұлғамыз 1453 жылдың сәуірінде шабуылға өтті. Түріктердің алып зеңбіректерді қолдануына қарамастан қала оңай беріле қоймады. 22 сәуір күні түріктер Халиш шығанағына Галата түбегінен, яғни құрлықтан кемелерін жүргізіп, тарихи алтын мүйіске шығып, Константинопольдің флотын жеңіп, ақырында қамалдың ең әлсіз дуалдарынан ішке кіреді. Осылайша 57 күндік шайқастан кейін 29 мамыр күні Византияның астанасы Сұлтан Мехметтің қарамағына өтті. Ұлы тұлғамыздың бірінші ісі 674-678 жылдары қаланың араб-мұсылман күштері тарапынан шабуылы кезінде қайтыс болған атақты сахаба Аюб әл-Ансаридің моласын тауып, сол жерге кесене тұрғызу болды. Константинополь қаласын алған Сұлтан Мехмет өзін Византияның, яғни Шығыс Рим империясының мұрагерімін деп санап, қазір Рум, яғни Рим Сезары деген атақ алды. Осыған сай ұлы тұлғамыз бүгінге дейін қызмет етіп тұрған Константинопольдің православ патриархын қайта қалпына келтірді. Соңғы Византия императоры 11 Константиннің ұрпақтары Османлы мемлекетінің қызметіне алынды. Қаланың аты да көп өтпей Стамбул болып өзгертілді. Константинопольді алғаннан кейін Сұлтан Мехметтің жорығы Сербияға болды. 1389 жылы Косово шайқасынан бері Османлының вассалы болып саналатын Сербия 1454-1459 жылдары болған соғыста толығымен түріктердің билігіне өтті. Осыдан кейін Балқан түбегіндегі Византияның қалдығы Мора деспоттығы 1458-1460 жылдары Османлыға берілді. 2 Мехметтің келесі мақсаты Трапезун, түрікше айтқанда Трабзон империясын бағындыру болды. 1204 жылы құрылған
және Византия империясының үш мұрагерінің бірі болып табылатын бұл ел Анадолудағы түрік биліктерінің қысымына төтеп беріп тұрған болатын. 1461 жылы Бурсадан қол бастап шыққан ұлы тұлғамыз алдымен Синопты алып, Жандар ұлдары билігін жойды. Сұлтанның әскерлері Трабзонда құрлықтан қоршауға алғанда Османлы флоты қалаға теңізден шабуыл жасады. 15 тамыз 1461 жылы соңғы Трабзон императоры Давид қаланың қақпасын ашып, Сұлтан Мехметке бағынды. 1460 жылдардың басында Сұлтан Мехмет Балқан елдеріне жорықта болды. Османлы мен Венгрияның арасында буферлік аймақ болып саналатын Балахия принці Блад Дракула көтеріліс бастады. Бұл көтеріліс 1462 жылы сұлтанның өзінің қол бастап баруымен ғана аяқталды. Ал 1461 жылы Боснияда көтеріліс болды. Осы көтеріліс бастырылғаннан кейін 1463 жылы Босния Османлыға толықтай бағынды. 1463-1479 жылдар арасында Сұлтан Мехмет оңтүстік Грекия мен Эгей теңізінде көптеген қалалары бар Венеция республикасымен соғысты. 15 жылға созылған соғыс нәтижесінде Венеция көптеген қалаларынан айырылды және Османлыға 100 000 дукат компенсация төледі. Осы соғыстар барысында Албанияда түріктердің билігіне өтті. 1464-1473 жылдары Османлы мемлекеті Анадолуда белсенді болды. Бұл кезеңде Кіші Азиядағы ең соңғы билік Хараман ұлдарында таққа талас болды. Бұл таласқа екінші Мехмет пен Аққойынлы Ұзын Хасан да араласты. Османлыларда Аққойындыларда өз жерлерін кеңейту мақсатында Қараман ұлдарын желеу ретінде қолданды. Ақырында 1473 жылы болған Отлукбел шайқасында екінші Мехмет Ұзын Хасанды ойсырата жеңді. Екінші Мехметтің кезінде Османлылар Қырым түбегінде көз сала бастады. Түбектегі Қырым хандығы Османлылардан Генуялық порт қалаларға қарсы көмек сұрады. Осы көмекке жауап берген Османлы флоты Гедиг Ахмет Пашаның қолбасшылығымен 1475 жылы Кафа қаласын басып алады. Осыдан кейін Қырым хандығы Османлының үстемдігі мойындады. Өмірінің соңына дейін жорықтар жасаған ол ислам дінінің жайылуына зор үлесін қосты. Стамбул азат етілгенге дейін шіркеу болған Айя Софияны мешіт болдырып ең алғашқы намазды да сонда өзі оқыған еді. Кейін Айя София тарихи орын саналып, музей болғанымен, өткен жылы Түркия президенті Ердоған қайтадан мешіт атауын беріп, барша мұсылман қауымға есігін айқара ашқан еді. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін оттаймыз.